Құрметті ата-аналар, бүгін біз бала неге сөйлемейді, бала тілінің кешіру немесе мүлдем сөйлемеу себептері туралы айтатын боламыз. Сіздермен бірге терапевт Ержан Сама. Баланың сөйлеуді меңгеруі негізі 3 кезеңнен тұрады. Ол бірінші кезең 3 жасқа дейінгі кезең дейді, яғни балабақшаға дейінгі кезеңдері, немесе екіншісі ол 3 жаста мектеп жасына дейінгі кезеңі, ал үшіншісі мектеп жасындағы кезеңі деп айтады. 3 жасқа дейінгі кезеңде баланың сөздік қорында 300 сөз бен 1000 сөз аралығында болу керек. 2 жас толық аяқтағанда балада 300 сөз сөйлей алатындай болса, 3 жаста 1000 сөздей сөздік қорында болады. Ал 3 жасынан мектеп жасына дейін балада 1000 сөз бен 3000 сөз аралығында сөздік қоры болу керек. Негізі баланың 3 жасқа дейінгі кезеңі өмірінде өте маңызды рөл ойнайды ата-аналар. Өйткені осы кезде есту және сөйлеу аппараттарының қалыптасу жүреді. Бұл кезде біздің ата-ананың және де айналасындағы орта өте маңызды рөл атқарады бала үшін. Мысалы, балаға ата-ана болсын, немесе балабақшадағы тәрбиешісі болсын, смартфон болсын дейік, бұлар өте қатты маңызды рөл атқарады. Қалай дейсіз ғой? Біз сөйлеу арқылы баланың есту және де көру анализаторларына рецепторларға сигнал береміз. Бұл сигнал баланың миына барады. Ары қарай ми арқылы баланың тіліне команда беру арқылы балада сөйлеу қалыптасады. Осылай баланың миы менен тілі арасындағы нерв жүйелері қалыптасады. Біз солай баламен сөйлесу арқылы баланың тілінің шығуына көмектесеміз. Кейбір ата-аналар айтады, мен балам смартфон көріп сөйлеп кетті дейді. Ал кейбір ата-ана айтады, керісінше телефон көріп сөйлемей қалды дейді. Оның себебі неге десеңіз, егер біз мысалы балаға телефон берген кезде баламен бірге отырып бұл видеоны талқылайтын болсақ, балам не көріп отырсың, мынау қандай түс, бұл не деп жатыр деген сияқты баланың тілінің сөйлеуіне көмектесетін болсақ, онда әрине смартфон пайдалысы болады. Ал егер де құр телефон беріп қоятын болсақ, миға барған сигнал көру мен есту арқылы ол сол жерде қалып қалады, тілге ешқандай команда келмегенден баланы сөйлеу қиындайды. Және де бала бұл кезде П, М, Ф, Т, В деген сияқты оңай айтылатын дыбыстарды меңгереді. Ал Р және де Л дыбыстары өте ауыр жолмен пайда болатындықтан, ал бұл кезде біздің балаларымыздағы есту әлі толық қалыптаспағандықтан, және де әлі сөйлеу де толық қалыптаспағандықтан, есту де қиынға соғады және оны айтуы да қиынға соғады. Сонда біз 3 жасқа дейінгі балаға барып, балам Р деп айт, Л деп айт деген сияқты ауыр дыбыстарды талап ете алмаймыз. Сол үшін, құрметті ата-аналар, осы кезде балаңызбен көп сөйлесіңіз, көбірек әңгімелесіңіз. Мынау не балам? Мынаның түсі қандай? Тіпті телефон берсеңіз де осылай сұрап отыруыңыз керек. Екіншісі, бұл 3 жаста мектеп жасына дейінгі кезең. Бұл кезде баланың тілдің негізгі грамматикалық заңдылықтары қалыптасады, бала сөйленуді дұрыс құрастырып, ойын жеткізуді үйренеді. Және бұл кезеңде кейбір балалардың сөйлемеу кешігуінің себептері, біз мысалы 3 жасқа дейін нерв жүйелерімен сөйлеу қалыптасады дедік қой, аппараттар. Осының толық қалыптасып аяқталмауынан болады. Сол себеп бала дұрыс сөйлемейді, кешеуілдейді, немесе сөйлеп жүрген баланың сөйлемей қалуы, бұл балада қандай да бір инфекциялар жұқтырған кезде, басқа да психикалық аурулар, осының бәр балаға кешеуілдеуіне алып келеді. Өйткені бұл кезеңде бала мектеп жасына дейін кезеңде көп затты түсінетіндіктен қоршаған орта маңызды рөл атқарады. Сондықтан ата-аналар мектепке барар алдында баланың тілінде ешқандай да кешеуіл болмауы қадағалау керек. Өйткені егер баланың тілінде кешеуіл болатын болса, ол ары қарай баланың сауатын ашылуына да кедергі келтіреді. Енді сөйлеудің басқа да бұзылуының басқа да себептерін айтатын болсақ, бұл жүктілік кезінде қандай да бір анасы әсіресе 4 айына дейін токсикоз болса, эндокриндік аурулар, зат алмасу бұзылыстары, инфекция жұқтырған жағдайда бұл кезде бізде баланың қалыптасу жүреді ғой. Сондықтан осы аурулар егер де жүктілік кезінде ананың бойында болатын болса, сондай өзгерістер бұл баладағы сөйлеу аппараттарының, есту аппараттарының және де миының қалыптасуына кедергі келтіреді. Екінші, тағы бір себеп бұл баланың өзіндік бір ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы, балада физикалық әлсіздігі, оның батылының жетіспеушілігі, немесе баланың шала болып туылуы, рахит дейді ғой, Д витамин жетіспеушілік салдарынан және де зат алмасу бұзылыстарының салдарынан да болуы мүмкін. Және тағы бір себеп бұл анатомиялық ерекшеліктері. Мысалы, кейбір балалардағы көмейіндегі
сөйлеу байламдары, солардың анатомиялық ерекшеліктері сияқты осындай ерекшеліктеріне байланысты, және баланың ақыл-ой кемістігі, есте сақтау бұзылыстары және қоршаған орта сияқты көптеген әсер етеді. Енді бір оңай жеңіл түрдегі сөйлеуді дамытуға арналған жаттығуды айтып кетейік. Ол бірінші, бізде негізі сөйлеуімізге тыныс алу бұлшеттер қалыптасады. Соның ең үлкені диафрагма, көкет деп айтады қазақша, тыныс алу бұлшет. Соны жаттықтырудан бастаймыз. Ол үшін балаға қандай да бір затты үрлетіңіз. Мынаны үрле балам деп солай жаттықтырамыз бірінші. Екінші, балаға қысқа дыбыстарды айтып үйретеміз. Балам а де, о деп айт, балаңызбен бірге айтыңыз. Үшіншісі, қысқа буындар, оңай жеңіл буындар. Ап, оп деген сияқты баламен бірге айту арқылы. Және де төртіншісі, балаға еліктеу жаттығулары, еліктеу сұрақтары дейміз. Мысалы, балам қой не дейді? Мә дейді деген сияқты. Осындай жеңіл жаттығулар жасату арқылы балаңызға көмектесе аласыздар. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Егер де қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, жауап беруге тырысамын. Және де келесі видеоны міндетті түрде үзбей көріңіздер.